Сәлем, құрметті көрермендер, жаңа бағдарлама тамашалайық. Бағдарлама өз саласында жетістікке жеткен белгілі жандармен ойын-сауық түрінде өтетін болады. Бүгінгі алғашқы бағдарламамыздың алғашқы қонақтарымен таныс болыңыздар. Сонымен Нариман Саттаев, инста аккаунты Нариман Саттаев, бізде вайнер, блогер, сонымен қатар шоумен. Келесі қонағымыз Айдана Маратқызы, Аймаратовна инста-аккаунтымен танымал, 2021 Қызылорда жыл блогері. Сонымен қатар Эльвира Сағидуллақызы, от келін инста-парақшасымен танымал, өте белсенді біздің инста-блогер, стористары енді от десе от. Құрметті ойынға қатысушы блогер әріптестер, ойынның шартымен таныстыра кетейін. Сіздерге менің қолымдағы 3 карточканы ұсынатын боламын. Осы 3 карточканың ішінен өздеріңізге керекті бір карточкадан таңдап аласыздар. Мен қазір көздеріңізше араластырайын. Осы жерде ойын атаулары жазылған. Сол ойын атауларымен біз ойын ойнайтын боламыз. Ал кеттік. Ал дауыстап айтып жерсек, кімге қандай? Маған бір әріп деген түсті. Бір әріп. Телефон. Жарнама. Хорошо, ендеше ойынымызды бастайық. Ал енді ұлдың жол, ұлы жол деп біз қыздар Нариманнан бастасақ, ешқандай қарсылық жоқ шығар. Бір әріп ойыны. Мен сізге осы 2 карточканың бірін ұсынамын, екеуінің біреуін таңдайсыз. Ішінде бір әріп бар. Біреуін алайын ба? Иә. Сол әріп бойынша Қ әрпі. Қ әрпі. Мен сізге сұрақ қоям, тез жауап беруіңіз керек. Қ әрпімен ба? Қолымнан келгенше көрейін. Ал кеттік, есіміңіз? Қанат. Жасыңыз нешеде? 43-тен жақында толдым. Мамандығыңыз? Қырманшымын. Мен өзім күріштік жақсы көремін, Қызылорда ғой енді. Жалпы табыс көзіңіз? Табыс көзім 40 мың ғой, қазір 42.500 деген болды ғой, қазір жақсы ғой, бұрын 40 мың тұғын. Келесі сұрақ, Нариман, қай қаладансыз? Қызылорда. Арманыңдағы ел? Ел? Ел. Қазақстаннан артық ештеңе жоқ мен үшін. Бәрекелді. Осы жерге немен келдің? Конечно, өзімнің қаһарман достарыммен келдім. Кешке қандай ас ішкің келеді? Қырғауылдан палау. Ақ немесе жасыл? Қара дұрыс. Қанша оқырманың бар? 43 мыңға Құдай қаласа жетеді. Тикток немесе Инстаграм? Қажет жоқ. Жалпы қалайсың? Қалай жады? Молодец, жарайсыз, Нариман. Сізбен ойын аяқтау. Өзім ойнат жүрмін да. Бірақ мынаны жүргізіп тұрған оңай екен. Ойнаған вообще қиын екен кәдімгі ше. Телефон ойынның шартымен таныстыра кетейін. Сіз қазір құрбыңызға, немесе жолдасыңызға, немесе туысыңызға хабарласып, яғни ол кісі беймәлім ғой енді сіздің хабарласатыныңыздан. Барлық дауысын ашып, ол жерде барлығымыз тыңдауымыз керек. Мен сізге сөздер көрсетіп тұрамын, сол сөздер бойынша сіз сол жанмен сөйлесуіңіз керек. Сообщение жазып болмайды. Болмайды. Айдана егер дайын болса, ойынды бастайық. Менің қолымда сөздер бар. Сол сөздер арқылы өзінің қалаған жанмен сөйлесетін болады. Мен қазір құрбыма звондап көрейін. Бірге жұмыс жасайтын коллегамыз Насихатқа. Ол да бойынша кіртіп жарайды деймін. Алайкум. Насихат, не істеватсың? Жұмыстасың ба? Жұмыста, иә. Телефонның өзінде ма? Кімнің менің ба? Иә. Иә. Wi-Fi қосылып тұр ма телефонында? Иә, не алды? Мен Сақинам олып қойды ғой ана жұмыста. Сақина? Иә. Қақпа. Бағана бірге тамақ жеп өттік қой, мен тамақ жеп өттім ғой қасыңда. Тамақ ойда қалып қойдым. Иә, сен қасында, иә. Просто наяқта не істеп өтті еді ғой. Ана үйінде кішкентай. Айдана, күтіріп отырсың. Айтшышко. Кішкентай леген бар еді ғой үйінде. Соған гүл отырғызып бедің. Соға теңге легенге? Иә. Больше тамақ істейсің ба, кешке барайын?
Иә, борщ. Мен капустау керек, иә, істеп берейін. Қасында от келін отыреді ғой. Айгүл бар, от келін бар, Айгүл бар. Дарамайын несін рекламаға шығару керек еді, әлі шығармадым. Кешке, иә, кешке видео. Наушник бар ма? Сақина не болып тұр мен? Сақина. Сама Сақина. Сол лағымды алып қойдым. Несі? Кешегі постың нормальный лайк жинады ма? Кофта? Постың кеше соңғы шығарған фото, әдемі бір фотомен түстің ғой. Ақ киіп алып па? Сен дальтоничсің ба? Ваннаға түстің ба кеше? Кеше ваннаға түстің ба дейсің ба? Иә. Мен ұйықтап қаптым ғой. Мама сұратып жатыр еді ғой бәрін. Несімен? Жоқ, инстаграмға сол түсірейін деп ерігіп. Сол насихат, рахмет, көп-көп хабарласам қазір. Білдім ғой мен осы құрбым алып шығатын осы ойыннан. Керемет сұхбат болды. Миы қалды. Сонымен келесі кезекте бізде от келін өзінің, яғни жарнама ойынымен ойнататын болады. Не зат екенін білмейді. Сонымен жарнамалаймыз. Ал қазір мен сіздерге ұсынатын нәрсе өте керемет нәрсе. Жалпы өзіме ол ең соңғы қолданған кезде, содан кейін уже алдағы уақытта тұрақты қолданатынды түсініп, сіздерге қазір суверенность ұстайын деп тұрмын. Жалпы өте пайдалы. Бір рет қолданып көрсеңіздер, ең күшті болды. Жанұяларыңызбен осы қолданасыздар ғой. Өте керемет бұның енді. Шыққан жерін естісеңіздер өте. Қай жақтан шыққан бұл? Жалпы өзіміздің Қазақстанда қазір өндіріліп жатыр. Өндіріліп жатыр ма? Енді сұраныс өте көп болып жатыр. Қаншалықты жиі пайдаланасыз? Реті келсе 2 күннің бірінде қолданып тұруға тырысамын. Мама, күн сайын ба? Жақсы ғой? Иә, өйткені көп қолдануға болмайды. Ер балаларға әсіресе қыз келіншектерге қайсысын ұсынасыз? Жалпы қазір жанұямызбен қосылып бәріміз қолданып жүрміз. Ол біреу барлығына жарай бере ма? Или әр адам басына аласыздар ғой, бір курсын аласыздар. Ішінде білмеймін, бір 7-8 бола ма көресіздер ғой. Жоқ, әркім жеке өзінде бола ма? Или қалай барлығымыз пайдалана береміз ғой? Жоқ, әрқайсысы бөлек. Пайдалану алғанда аллергия ешнәрсе шығармайды ғой, иә? Жоқ, өте керемет өнім. Мен 100% сенімдімін, өзім қолданып отырмын өйткені. Қалай қолданасыз? Көрсетіп жібересіз? Қаншаға бағалайсыз? Енді алғаныма қатты қуаныштымын, 10-ға бағалаймын. Қалай қолданамын деп сұрақ қойғансыз ба? Қаншаға алдыңыз? Примерно. Енді ондай арзан нәрсе қолданбаймын да. 15 000 теңге тұрады. Бір несі. Керемет. Соған бүкіл семьямызға алғанбыз. Сіз өзіңізге, күйеуіңіз өзіне пайдаланамайды? Әрқайсысына бір алып берген ғой 15 000-нан, иә. Сізге қатты керек болып жоқ деймін. Бір 15 000 тұрады, әрқайсысына бөлек алып бергенмін. Әркім өзінде болу керек, күшті да сондай. Иә, әрине. Бұл затыңыз халал ма или сертификаты жоқ па? Халал сертификатталған. Халал ма? Сыртында ХМДБ деген сияқты несі болады ғой. Документімен қосылып келеді ғой сіздерге ала берді. Алатын болсаңыз. Қай жерде сақтайсыз бұл затты? Өздеріңіз жақсы көретін жерде. Қай жерде пайдаланасыз? Көбінесе душта пайдаланамын. Душта да пайдалану бола ма ол затты сонда? Яғни свет айнаға қарап тұрып пайдалану керек. Өздеріңізде күшті болады. Түсінікті онда. Сонымен кім сатып алады екен 15 000-ға? 15 000-ға? Аласыз ба? Сіз жаңа қайтадан сұрап отырмын. Командасы ғой, сен ала бер. Сонымен эра өткізуіміз керек. Алсаңыздаршы. Өкінбейсіздер. Біз сізге хабарласамыз. Жоқ, алыңыздар. Біреуін алсаңыздар, екіншін тегін беремін. Шын айтамын. Сен алсаң мен тегін алайын. Каспирет бар бізде. Сосын тағы қалайсын аласыз енді? Енді басқаша күшті бірінші көру керек. Көру керек. Сіз может көріп кетесіз, иә ма? Өзім айтамын ғой. Мен может шыға тұрам? Жарайды, алайын. Құттаймыз. Әйелдер қатарына қош келдің. Айнаға шарап тұрып пайдаланып екенбіз от келін. Қай жерінде біліп қойдың сен оны? Қай жерінде біліп қойдың, а? Жереткен біліп қойдың, иә? Жоқ. Қай, өйткені айнаға қарап, бұны душта пайдаланасың деп ше. Мен дым ойым памперс келіп тұрған жаңа саған керек-ау еңбегенде. Мен біліп қойдың. Памперс керек. Памперс керек. Нариманға да памперс керек қой.
Туда памперс деп ойладың да, еще 2 күн сайын пайдаланамын дедің ба? Мен не істеймін, басқаттығын қорытамай отырмын ғой. Ананы айтсам, мынау келмейді, мынаны айтсам, мынау келмейді ғой. Екі штуктен, молодец, жақсы болды. 15 теңге тұра ма? Халал деп қояды. Құрметті көрермендер, біздің ойын-сауықтық бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Сонымен қай ойыншының ойыны сіздерге ұнады және де келесі бағдарламадан кімді көргілеріңіз келеді? Төменге комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Ал ойыншыларға үлкен рахмет айтамын, алғыс айтамын, келгендеріңізге рахмет. Және де бізден ойыншыларға керемет сыйлық, Мөлдір Айтбайдың сыйлық атты кітабы сіздерге ұсынамын. Біз бұнымен қоштаспаймыз, келесі бағдарламада жолыққанша.